Құдай тағала тыйым саған, яғни сен шошқаның етін жеме, арақты ішпе, ұрлама, зорлама, біреудің ақысын кірме деген нәрсе бар ғой. Біреудің жанына, біреудің қанына қол сұқпа, біреудің малына қол сұқпа деген сияқты тыйым бұл деген. Бұл жай сен өзім әкем өзім білем, сен өзің білмейсің. Сенің әкең өзі біледі сен не істесе, бірақ сен өзің білмейсің әкеңнің не істейтініңді. Сол үшін Құдай тағала не қылған? Өзінің ақысын айтқаннан кейін әке шешенің ақысын не қылған? Қосып бірге айтқан. Тура мына тоқтың плюс пен минус сияқты ғой. Плюс пенен минус сияқты. Екеуін қосқан кезде не шығады? Дауыс шығады, свет шығады. Кли сияқты, абы кли деген сияқты. Екеуін қосқан кезде мықты болады. Тура сол сияқты Алла тағалаға сен қаншалықты бас иіп құлшылық қылған болсаң, 5 уақыт намазын оқыған болсаң, сол 5 уақытта сен одан көбірек не істеу керек? Сен 5 уақыт намаздасың, байланыстасың, әке шешең көз түсірме, сен әрдайым жанындасың. Оларға тек қана жақсылықты істе. Жақсылықты істеу Алла тағалаға құлшылықтан кейін. Өйткені пайғамбардың сөзі бар: Алланың разылығы ата-ананың разылығында деген. Алла тағала разы болатын адам кім деген кезде әке шешесінің батасын алған. Оның батасын, теріс батасын емес. Бізде теріс бата деген түсінік бар, білеміз бәріміз. Әке теріс батасын беріп деген сөз, яғни Құран кәрімде, шариғатта оқуғыл уәлиден дейді. Оқуқ деген нәрсе әкенің теріс батасын алып қалу. Әкені сен соның дәрежеге шейін ашуландырасың, өйткені әке ол ашуланатын болса, кетіп жоғал дейді ғой. Сен менің балам емессің дейді, сөз жететін болса, онда сен Құдайдың алдында әкенің несін алған боласың? Теріс батасын алған боласың. Ал әкенің теріс батасын алу шариғатта кешірілмейтін 7 күнә бар. 7 күнә бар. 7 күнә бар. Соның біреуі оқулқul валидейн, ата-анаға ақ болу, ата-ананың қарғысын алу. Ата-ананың қарғысын алған адамды Алла тағала оның жазасын осы дүниеде береді. Ата-ананың қарғысын алып алған болсаң, жазасын ақыретке қалдырып қоймайды. Ақыретте береді, көзі көрсетеді, қабірде барған кезде тағада. СИЗОда дейді ғой, СИЗОда, түрмеде, жаңағы. Сол сияқты. Ал ата-ананың қарғысын алған болсаң, Құдай тағала әлбетте осы дүниеде көрсетеді. Оны көрмей, ешқайсымыз көрге кірмейміз. Сол үшін де әке шешеміздің көзі тірі ме? Ұялма. Қалай сен қасқайып тұрып шешеңе, әкеңе қарсы сөйлеген болсаң, Құдайдың құзырында, көріп тұрып Құдайдың көз астында, Құдайдың назарында. Тура сол сияқты не істеу керек? Барып кешірім сұрау керек. Ол үшін қазақ не деген? Әкенің қарғысы оқ деген. Ол оқ әлбетте тиеді, тимей қоймайды. Сол үшін де ағайындар, Алла субханаху ва тағала бізге ескертіп жатыр. Құран кәрімнің бірден бір аты әз-зикр, ескертуші. Екінші аты Құран өзінің аты. Құран деген нәрсе әр уақытта қайталанып оқылатын Құран.